Қайырлы күн, қадірлі оқырман. Әдебиет әлемінде өздеріңізбен бірге мен Салтанат Әбдіғали. Жақында Аида есімді оқырманнан хат келді. Ақын қыздарымыздың өлеңдерін тікелей эфирде оқуымды өтініпті. Жобамызға келген әрбір хат, оқырмандардың ұсыныс тілектері біз үшін маңызды, құнды. Сондықтан жеделдетіп тікелей эфирге шықтым бүгін. Ақын Салтанат Қайырбек. Тағдырмен ымдасқанда, тамсанбай жұлдыздарға түнгі аспанға, ойлы қырлы өлеңді жазып тастап, бақытты болу қалды мұң басқанда. Бақытты болу қалды өмірімде, әурешілік қалмады көңілімде. Заңдылықтар тыйым мен ырымдай боп, бәрі барады бірыңғай боп. Бақытты болу қалды басқаша мұң, кері тартпа өзіммен достасамын. Мәресінде мұңдардың ұғып біліп, бақытты болу қалды күліп тұрып. Тағдырға тіке қараған кезде талай жайтке қанық боламыз. Түптеп келгенде өмір дегеніміз, тағдыр дегеніміз, қуаныш пен мұңы қатар жүретін мұнарлы бір әлем. Сол мұнарлы әлемнің ішінде барлық адамдар бақытты болуға ұмтыламыз. Кері тартпа өмірдің кедір-бұдыр жолында өзіңнің тура соқпағыңды, сүрлеуіңді тауып, сол мұнарлы әлемнің ішінен кішкене саңылау тауып, бақытты әлемге талпыну бұл күрескерлік қасиет. Адам осы күрескерлігімен адам, ақын осы күрескерлігімен ақын. Достар, мен өлеңдерді оқып, ойымды қысқаша жеткізіп отырамын. Ал сіздер болса, пікірге өздеріңіздің ойларыңызды көсіліп, кеңінен тарқатып жаза беріңіздер. Тағы бір жақсы жаңалық, таяуда, Алла қаласа, қараша айында жобамыздың 2 жылдық мерейтойы қарсаңында біз кітап әлемі жобасының белсенді оқырмандарын біздің шолу жасаған туындыларға, біздің жариялап жүрген дүниелерге бей-жай қарамай, өзінің пікірін жазып жүрген оқырмандарға құнды сыйлықтар тарататын боламыз. Ақбота Бейбітбек. Ауылға қиындықты сабырмен жеңген алып, шаршағандар қаланың тірлігінен тынығады сондағы елге барып. Қызықсыз ба қайткені қалады өмір, сауық көп қой, әйтпесе жаңа небір, боямасыз сәттерге шомылдырып, алып келген ауылға бала көңіл. Нөсер құйып тұрса да бұршақ дауыл, пейілдерін бермеген жұмсақ қауым. Мен ауылға барғанда көріп келдім, тәубе барын, шүкірлік ынсап барын. Көбелекше тынымсыз гүлге қонған, өте бермек байлаусыз күнде жалған. Мен ауылдан көрмедім шал кемпірді, самай шашы әншейін күнге қарған. Дәнеме жоқ ауылда ар тұтарлық, берекесі көшпеген баққы тауып, жол дорбамды толтырып мейірімге, құрбыларға келемін сарқыт алып. Ауыл жайлы көп нәрсе айтуға болады. Барлығымыз ауылдан шығып, қазіргі уақытта қалада тұрсақ та, ауылда аңсаймызда тұрамыз. Сол қасиетті мекенді сағынамыз. Сондай бір тәтті сағынышқа жетелейді бұл жыр. Біздің ұлттық рухымыз, ұлттық құндылықтарымыз ауылда сақталған, я? Ынсап бар, шүкірлік бар ауылда. Ақбота көңілі марқайып қайтады. Берекесі тарқамаған ауылдан ақынның бір қап мейірім арқалап қайтуы қандай жарасымды. Әрі қарай кеттік. Айгерім Тұрлықожа. Театрдан бір қыз көрдім, роль сомдайды жалғыздың. Күйімізді дәл толғайды, шырқап жатқан ән біздің. Қойылымнан өзімді өзім жазбай танып ой кештім. Айналдында отырғандай, сен бе, мен бе, жалғыз кім? Театрдан бір қыз көрдім, бар наласы тағдыр ма?
аласұрған армандары атыратын таңдырлап, шымылдықта ашылатын шындығы бар өмірдің, қайда екенсің, мен іздеген, мені күткен жалғыз бақ. Бір қыз көрдім, би билейді, орындайды әнді үздік. Сезім жайлы жыр жазады, кетпесін деп жан мызғып. Өмір деген театр ғой, сомдалады сан мың рөл. Ал бүгінгі сахнада бір қыз, сосын жалғыздық. Жалғыздық деген жабырқаулы сезім әр пенденің басында бар. Оны патша да, ақын да, батыр да басынан өткереді, я? Ақынның қойылымнан өзін өзі көруі табиғи сабақтастық. Ақ таңдарды арманмен аласұрып атыратын жалғыз ғана ақын ба? Ақын, автор қойылымнан өзін өзі танып отыр. Мұндай жайт әркімнің де басында бар, я? Сахнадағы қыз ән айтады, би билейді, сезім жайлы жыр жазады. Өмірдің өзі театр, сан мыңдаған образдар бейнеленеді. Бүгінгі қойылымда қыз бейнесі, жалғыздық неге қайталанып тұр? Ақын осы ой арқылы оқырманға ой тастап отыр. Қымбатты оқырман, біз санаулы минуттардан кейін хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Жалғастырамаңыздар, жабықпаңыздар, алыстамаңыздар.